Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі ұбт-ға дайындық сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мәтіннің негізгі ойын түсіндіру тәсілдері. Мәтіннің негізгі ойын оқырманға одан да жақсы жеткізілуі үшін жазушы әртүрлі тәсілдерді пайдаланады. Сол тәсілдерге тоқталар болсақ, төмендегі сызбаға көз жүгіртейік. Тәсілдер: салыстыру, анықтама беру, мысал келтіру, дәйек сөз келтіру, байланыс құру тәсілдерінен тұрады. Салыстыру тәсілі екі не одан да көп заттың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын салыстыру үшін қолданылады. Мақсаты: бір затты басқа заттардан ерекшелеу, осылайша сол зат туралы мағлұматты түсінікті етіп беру. Мысалы, мәтінде мынау мынадай, ал мынау болса мынадай деген ұғымдар болса, салыстыру тәсілі қолданылды дегенді білдіреді. Анықтама беру тәсілі. Бір заттың не екендігін түсіндіру қажет. Оқырманға тез түсіндіру үшін автор осы тәсілді қолданады. Мәтінде бір ғана заттың анықтамасы берілуі тиіс. Әйтпесе екі зат болса, ол салыстыру болып кетуі мүмкін. Мысал келтіру тәсілі. Айтылған ойды көз алдымызға елестету үшін қолданады. Әдемі мысал айтылған көп сөзден әлде қайда әсерлі болуы және көпке шейін есте қалуы мүмкін. Мысал ретінде кейде танымал тұлға не туынды берілуі мүмкін. Дәйек сөз келтіру тәсілі. Автор өз ойын дәлелдеу үшін танымал тұлғалардың сөздерін дәйек сөз ретінде келтіреді. Ал дәйек сөз дегеніміз не? Дәйек сөз мәтіннен сөзбе-сөз алынған үзінді. Дәйек сөз көбінесе ықшам түрде алынады. Сөйлем ұзақ болған жағдайда керекті жерін алып, қысқартылған сөздер орнына көп нүкте қою шарты бар. Автордың ойын беделді пікірлермен тиянақтау үшін, біреудің пікіріне сын айту үшін, құнды дерек ретінде пайдалану үшін қолданылады. Келесі байланыс құру тәсілі. Бір-бірімен тікелей байланыс жоқ ұғымдарды, заттарды асқан шеберлікпен байланыстырып, мәтіннің негізгі ойын түсіндіріп беру үшін қолданады. Ендеше мәтінге көз жүгіртейік. Тапқан байлығын, өнім мен өнер табыстарын басқаларда пайдалансын деген ниетпен бөлісу адамзаттың қарыштап ілгері дамуына себепші болғаны күмәнсіз. Жануарлар әлемінде мұндай нәрсе жоқ. Тәрбиеленген ит басқа бір итке сабақ бермейді. Тапсырма: мәтіннің негізгі ойын түсіндірудің қандай тәсілі қолданылған? Салыстыру, анықтама беру, дәйек сөз келтіру, байланыс құру, мысал келтіру. Әрине, дұрыс жауабы салыстыру. Мәтінде адамзаттың ілгерілеуі тәжірибелермен бөлісуіне байланысты жануарларда ондай нәрсе жоқ екені салыстырмалы түрде айтылған. Ендеше, бүгінгі берілген сабағымызды оқу сауаттылығында назарға алуды ұсынамыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.